Сәлем достар, Elementary деңгейінің 4-ші сабағы және бізде бүгінгі тақырып ол imperatives. Imperatives дегеніміз не? Imperatives are sentences that are used to give commands, make requests or offer instructions. Яғни ол бұйрық бергенде, бірдеме істе деп сұрағанда, инструкция бергенде қолданатын сөйлемдер. Қазір оның формуласын, структурасын қарастырайық. Imperatives-тің екі формасы бар, ол бізде positive and negative. Яғни болымды немесе болымсыз, иә. Positive сөйлемдерде біз жай ғана етістіктің бастапқы формасын ғана қолданамыз. Мысалы, please close the door. Өтініш, есікті жабыңыз, иә. Байқап қарасаңыздар, бұл жерде ешқандай subject жоқ, яғни мен, сен, ол деп айтып тұрған жоқ, иә. You close the door деп тұрған жоқ. Олай айта алмайды, олай айтпаймыз. Жай ғана close the door, есікті жабыңыз. Negative, ол болымсыз сөйлемдер. Болымсыз сөйлемдерде біз жай ғана don't деген сөзді қосамыз және етістіктің бастапқы формасы. Мысалы, don't touch the hot stove. Ыстық пешті ұстамаңыз, немесе ұстама, иә. Бұл жақта prohibition, яғни запрет қойып жатыр. Олай істеме деп. Окей, енді imperatives-тің әр қайсына біртіндеп тоқталып шығайық. Бірінші ол giving direct commands, яғни тікелей бұйрық беру. Мысалы, pass me the salt, маған тұз беріңіз. Sit down, отырыңыз. Келесі, making requests, бірдеме істе деп сұрағанда, өтінгенде, иә. Мысалы, please help me, өтініш, маған көмектесіңізші. Немесе, can you give me a ride, мені апарып тастай аласыз ба? Окей. Келесі бізде offering suggestions or advice. Яғни, suggestion дегеніміз бізде ұсыныс жасау. Бір нәрсе істе деп ұсынғанда, немесе кеңес берген кезде. Мысалы, let's discuss it later. Ұсыныс жасағанда біз негізі let's-ті қолданамыз. Let's деген енді қазақша аударылмайды, бірақ орыс тілінде аударғанда давайте деген сөз ғой. Let's discuss it later. Мұны кейінірек талқылайық, иә. Егер орысша аударатын болсақ, типа давай обсудим это позже. Давай, да? То есть бірдемені ұсынып тұрсыз сіз. Бұны кейінірек талқылайық деп ұсынып тұрсыз бұл жерде. Келесі, let's go to the park. Саябаққа барайық. Я, то есть саябаққа баруды ұсынып тұрсыз. Окей. Енді let's-тің болымсыз формасы бар, negative, я. Ол кезде жай ғана let-тан кейін not деген сөзді жалғайсыз. Let not, я, и let's not. Мысалға, let's not go there. Ол жаққа бармайық. То есть ол жаққа бармауды ұсынып тұрсыз. Negative формасы, я. Немесе, let's not argue about it. Бұл туралы дауласпайық. Окей, келесі instructions or directions. Яғни инструкция немесе бағыт-бағдар берген кезде тоже imperatives қолданамыз. Мысал, turn left at the next intersection. Келесі қиылыста солға бұрылыңыз. Бұл бізде инструкция, бағыт-бағдар, иә. Келесі, mix the ingredients thoroughly. Ингредиенттерді мұқият араластырыңыз. Окей. Қазір negative comments and prohibitions, яғни жаңа айтқандай запрет, тыйым салған кезде бір нәрсеге істеме деп, немесе болымсыз бұйрық берген кезде біз тоже императивті қолданамыз, ол кезде don't деген сөзбен. Мысалы, don't smoke in this area. Бұл жерде темекі шекпеңіз. Don't run near the pool. Бассейннің жанында жүгірмеңіз. Окей, guys, енді осымен сіздерге imperatives түсінікті болды деген ойдамын. Қазір кішігірім практика жасап кетейік. Мынау жақшада берілген сөздер, етістіктер, я, соларды берілген 10 сөйлемге дұрыс ретімен қойып шығыңыздар. Видеоны пауза қойып қазір осыны жасаңыздар, және содан кейін дұрыс жауаптарын тексереміз. Етістіктердің аудармасын білет деген ойдамын. Бұл жерде write жазу, open ашу, listen тыңдау, wait күту, clean тазалау, stand тұру, put салу, turn off өшіру, take алу
және де pass беріп жіберу, передать. Окей, guys, деп болды деген ойдамын. Қазір жауаптарын тексерейік. Жауаптарын тексеріп алыңыздар, барлығы дұрыс болды деген ойдамын. Ал бізде осымен imperatives тақырыбы аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.